Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қаймақ пен алмадан дайындалатын өте балғын және жұмсақ пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Пирог өте дәмді, нежный болады. Осындай өте дәмді жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. Ол үшін бізге осы ингредиенттер қажет. Описание бөлімінде толық жазып кететін боламын. Ең алдымен қаймақты саламыз ыдысымызға. Қаймақ 25% қаймақ, дүкеннің қаймағы 150 грамм. Одан соң ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқаны шағып салып, жақсылап оны да араластырамыз. Қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз қантымыз ерігенше. Одан соң ванильный сахар саламыз, немесе орнына ванилин салсаңыздар да болады. Одан соң ерітілген сары майымызды саламыз. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұнымызды саламыз електен өткізіп. Мендегі ұн бірінші сорып ұны. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Неге бізде осындай сұйық қамыр шықты. Одан соң табаға құйып, үстіне алма салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минут пісіріп аламыз. Егерде формаңыз болса, пирог пісіретін формада пісірсеңіз, бейт болып шығады. Мен әселпештің формасына пісірдім. Неге осындай әдемі, дәмді пирогымыз дайын болды. Менің рецебіммен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Өте дәмді, өте балғын болып піседі. Алма да өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.